мақтаныш мәртебелім, еңселі қартеменім, қайыспас қарағайым, майыспас нән терегім. Өмірдің дауылдарын қасқайып қабылдадым, лапылдап жанар таудай жас кезде жалындадым. Ал бүгін қандай ғажап ағыңнан жарылғаным, тойыңа келіп жатыр ағайын бауырларым. Мерекеңіз думаныңыз шалқысын шарықтасын, мерейтойда жыр әніміз аққудай қалықтасын. Айбылым масқаралым, жанымда дос жараным, қарайлап сен отырсың халқыңның қас қабағын. Жарқырап ақ маңдайың, жұлдызың жанғандайың, ел жұртың алақанға аялап алғандайың. Аңсаған бақыт құсы қолыңа қонғандайың, мен қалай тебіренбейін, мен қалай толғанбайын. Мерекеңіз думаныңыз шалқысын шарықтасын, мерейтойда жыр әніміз аққудай қалықтасын. Алдыңда алдалашым, ағайын арқадашым, қызығың таусылмасын, тамашаң қарқамасын. Кешегі жалын жасын кім бүгін сағынбасын, үлгіңмен өнегеңді ұрпағың қабылдасын. Жайлауда құлагерің, жаныңда мұрагерің, өзіңе ұзақ өмір тілейді мынау елім. Мерекеңіз думаныңыз шалқысын шарықтасын, мерейтойда жыр әніміз аққудай қалықтасын. Мерекеңіз думаныңыз шалқысын шарықтасын, мерейтойда жыр әніміз аққудай қалықтасын. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, кеш қайырлы болсын. Бүгінгі түбірлі той баршаңызға құтты болсын және жұғысты болсын деп сіздер үшін бір шапалақ қойсақ. Қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Бәйдібек ауданының орталық Шаян өлкесінде бүгін таң нұры салтанат сарайында керемет тойлардың жиынтығы болайын деп жатыр десем қателеспеймін. Сондықтан да осынау қуаныштардың барлығын бөлісіп келген барлықтарыңыздың бастарыңыз бақты, астарыңыз тақты болсын, күлкілеріңіз шатты болсын. Отбасыларыңызға деген сүйікті жарларыңызға деген махаббаттарыңыз тәтті болсын. Бүгін алтын уақыттарыңызды қиып келген сіздердей жандарға осынау керемет тойлар жұғысты болсын ағайын.
Bilge endi aynalan abat bolsun, kos kuanışın kabat bolsun degen. Bugün kos kuanış toy emes, bir neçe toylardın mıны жиынтығын хабарлап өтейін ендеше. Сіздер бүгін қандай тойға келіп отырмын десеңіздер, енді өздеріңізді біліп отырғандай, бүгін Айдар ағамыз 63 жасқа толып отыр ағайын. Саусақтарыңызды бүгіп отырыңыздар, сондықтан бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Зейнет жасқа жетіп отырған Айдар ағамыздың дені сау болсын, дастарханы бай болсын. Және Айдар ағамызбен отбасын құрып, бақытты екі ұл, екі қызды жары дүниеге алып келген Тазагүл жеңгеміз де дәл биылғы жылы бүгінгі күні 63 жасқа толып отыр. Ендеше анамыздың да жасы 100-ге жетсін, дені сау болсын деп тағы бір қошемет ұрып қойыңыздар. Екі той болды ағай мінекей. Тағы да бір керемет тойымыз. Осында бүгін Айкөркемдей қызымыздың мектепке баратын жылы екен, сондықтан Құдай қаласа қадамы құтты болып, білімді, зерек, елге керек азаматша болсын деп, Айкөркем қызымызға тіл ашар, құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қояйық. 3 той болды. Енді әдемі тойымыз, кішкентай ғана Аяла қызымыздың бүгін үлкен өмірге қадам басып, өмірде сүрінбесін деп, үлкендерден, қариялардан баталатын күн екен. Аяла қызымыздың тұсаукесер тойы құтты болсын ағайын. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Осынау керемет қыздарды тәрбиелеп, бүгін Асқартауда әкесі мен Аяланасын төрге оздырған ұл қыздарға тек қана жақсылық тілейміз. Ата-анаңа не қылсаң алдыңнан сол шығады деген. Сондықтан бүгін осы керемет ұл қыздардың басын қосып, керемет әсем қыздардың тойын өткізіп жатқан Айдос пен Райханның да биылғы жылы отандасқанына 11 жыл болыпты. Өзім қосып жіберейін да. Ол себебі бір шапалақ ұрып қояйық. Ал енді жаста болса деп айтамыз. Бірақ енді 4 қыздың әкесі анасы болғаннан кейін жас деуге келмес. Бірақ Айдос пен Райханға да отбасына жақсылық тілейміз. Жанұяда бақытты жан, әлемде де бақытты деген. Сондықтан бақытты даладан емес, баладан іздеген Айдос, Райхан бақытты ғұмыр кешіңіздер. Ендеше қашанда уақытты алдыңға балаған елміз, алтын уақытымызды қор етпей, тойымыздың төріне Айдар көкеміз бен Тазагүлдей анамызды әсем әнмен шақырсақ деп отырмыз. Әсем әнді орындайтын көкеміз бен жеңгеміздің немерелері Айару мен Диана, ата әже әнімен қазіргі кереметтей тойымыздың иесі Айдар көкеміз бен Тазагүл анамызды той төріне шақырамыз. Айару, Диана, ата әже.
қошеметтеріңіз осылайша ақтарып жатсыздар. Біраз кісілердің көзіне жас кеп қалғандай болды, мінекей толқып жатсыздар. Алға таман тұрыңыздаршы, көке, жеңше бергеніңіздер. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Түйдей құрдас екенсіздер екеуіңіз. Зейнет жасқа жетіп жатыр екенсіздер. Зейнетке шыққан бір кісіге дос айтты ғой, досым, мына коллективінен ажырап қалдым деп. Зейнетке шықтым деп ешқандай әбіржіме, қобалжыма. Сен енді сенақ деген жұмысқа тұрасың деді ғой. Ойба болғандай жұмыс деп бәріміз тыңдап тұрмыз. Тойда біз асаба ол кісі қонақ болып келген, әзілдеп айтып отыр ғой. Мынау үйге барғаннан кейін ертеңін-ақ басталады дейді. Ана бала шағаны садикке апару керек, балаң жұмысқа шығады, келін жұмысқа шығады. Сол кезде келіншегің айтады дейді. Ай, сен ақ бара салсаң үйдесің ғой, зейнеттесің ғой, боссың ғой, бара сал. Тағы бір жерде бір астық жұмыс болса, сен ақ істей салсаң үйдесің ғой, балдар жұмысқа кете берсін. 2 жылдан кейін мен ақ деген жұмысқа тұрасың деді ғой. Мен ақ деген жұмыс керемет, уже 2 жылдан кейін ешкім айтпай-ақ, ай бара беріңдерші, мен ақ істей саламын. Ай бара беріңдерші, үйдемін ғой, мен ақ соны істей салайын деп, өзің ақ солай бейімделесің деді ғой. Көке соғыса, Құдай қаласа, сен ақ деген жұмысқа тұрдыңыздар. Немере бағыңыздар, шөбере бағыңыздар, қазірдің өзінде тіл көзіміз тасқа, енді нақты айтпасақ та 15-20 немереміз бар екен. Аман есен сол кісілерді жеткіздіңіздер. Құдай қаласа, Айдос пен Айханның үйінде тағы да бір керемет ер тұлғалы азамат келсін. Сол жігіттің сүндет тойын өткізейік, Құдай қаласа. Сол тойда сіздер аман болыңыздар. Қазіргі қыздардың есін атадық, сол кісілердің нағашылары тай жетектеп сол тойға келе берсін, Құдай қаласа. Тойларыңыз құтты болсын. Енді қымбатты көпшілік, ұрпақтар сабақтастығы деген, мінекей бұл кісілер болмаса, Айдос пен Райхан қайда, Айдос пен Райхан болмаса қыздарымыз қайда дегендей, ендеше Айдос інімізге өмірлік серік, өмірлік жар болған Райхандай келініміздің, сіздердің қыздарыңыздың сүйкімді қызым әнімен қазір біз енді ортамызға тіл ашар тойын өткізіп отырған Айгөрген қызымызды ортаға алып келсек деп отырмыз. Мен енді жаңа қыздар ән айтқанда ойлап тұрғанымда, Айдосқа тартқан ба, Райханға тартқан ба деп. Енді өздеріңіз-ақ белгілі болды қыздардың кімге тартқаны. Біз Райханға микрофон ұсынайық. Әдемі сүйкімді қызым әнімен біз Айгөргенді ортаға алдыратын боламыз. Кәнекей, қызымыздың тойы құтты болсын. Райхан тойы құтты болсын. Аяла
Енді Айгөрген қызымыз Құдай қаласа бір жерде тесіп шығадым. Білімді қыз болады ау деймін, өткір қыз болады ау деймін. Үйінде тойды талқылап жатса, аяғының тұсаукесері екі қыз ән айтады, сонда менің тойым болмай ма депті ғой. Кәдімгі ата-анасына айтыпты ғой, содан кейін міне ән айтып, қызымыздың тілашар тойы міне ортаға шықты. Бір Құдай қаласа жүрегінде, ішінде бір жалын бар қыз болып, осыдан көресіздер ғой, Құдай қаласа Айгөрген бір биікті бағындырады. Ал қымбат ағайын, енді мен ортаға Айдар көкем мен Тазагүл жеңгемді шақырайын, осы кісілерден өрбіген ұрпақ ортаға келсеңіздер. Айгерім Данияр, Айдос Райхан, Назерге Қуаныш Аллаберген. Ортаға жақындасаңыздар, бірінші тілекті үлкендерден рұқсат болса, ұл қыздарымыз ата-анамызға жолдаса, сіздерге де алғысымызды айтсақ деген өтініш жасап отыр. Сондықтан ұл қыздарды ортаға шақырамыз. Айеге, не болды, ойға шауып кеттіңіз ғой? Ортаға келейік, келіңіздер. Аллаберген, Айдос, қыздар кәдімгі жұттарыңызды. Немерелеріңіздер келіңіздер, немерелер келіңіздер. Қазір ата-аналарыңызға бір ауыз тілек айтамыз. Рахмет. Дәге қалайсыздар? Осы үйге күйеуіңіз қазір біліп тұрмыз мінекей. Құтты болсын тойларыңыз. Енді өздеріңіз бастаңыздар мына. Үйдің үлкен өздеріңіз екенсіздер. Той құтты болсын. Ал мынау бүгінгі той құтты болсын. Жастарыңыз ұлғайып, әрдайым бала-шаға, немере, шөберелердің арасында күліп ойнап жүре беріңіздер. Бақытты баян ұзақ өмір кешейік. Әр үйге той болсын, жақсылық болсын. Алға армандар орындалып, арашында абыройға үлкен отбасы болып жүре берейік. Жақсылық болсын, әр үйге қуаныш жетер. Жақсылық болсын әрдайым. Мына немелеріңіз қызығын көріп осылардың ортасында ойнап жүре беріңіздер. Мына Айдос той құтты болсын. Не деймін, бақытты болсын. Немелеріңіз қызығын көріп жүре беріңіздер. Сендеріңіз сау болсын. Тек қана шықтай ұстап ойнап күліп жүре беріңіздер. Бар келген қонақтарға үлкен рахмет. Папа, мама, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, жастарыңыз сау болып, өстіп немерелеріңіздің қыздарыңыз жанында күліп ойнап жүре беріңіздер. Айдос Райхан қыздарының тұсау кескені нашар тойы құтты болсын, әрдайым естеліктерде көріне берсін. Бәрімізге де келгендеріңізге мың алғыс. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым, баршаңызға рахмет, алғысымыз шексіз, дендеріңіз сау болсын, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын. Ал мынау мама, папа, зейнет жастарыңыз құтты болсын, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, осы отырған алдарыңызда тұрған ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығына тоймай шау-шауққа жүре беріңіздер, Құдай қаласа. Алда көрерлеріңіз тек қызықшылық той болсын. Ешқашан ауырмаңыздар, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Рахмет. Тойға жиналған көпшілік қауым, баршаңызға мың алғыс, біздің қызықшылығымызды бөлісіп келгендеріңізге. Мама, папа, жеткен 63 жас зейнет тойларыңыз құтты болсын, Құдай қаласа. Осынау алдарыңызда немеренің қызығын, рахатын көріңіздер, Алла шөбере сүюді нәсіп етсін. Көргендеріңіз енді той қызықшылық болсын, тек қуанышты күндер болсын отбасымызда. Әрдайым осы әрбіріміздің қызығымызды бөліп, ынтымағы ажырамаған бауырлар болып жүре берейік. Мына той құтты болсын, баршаңызға жұғысты болсын. Мына енді ұл қыздары, бала-шағаның атынан кішкене сый-сияпатыңыздар, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Анамызға алтын жүзік.
Естеріңіздерші. Ал қошеметтеп қояйық баршамызға, қымбат ағайын. Осыларда бір той жұмысы болсын. Осы жасқа жетпеген жастар болса, зейнетке шығыңыздар. Зейнеттің кереметте ағатын немере шөберемен бірге көріңіздер. Немере қыздар атаның бетіне сүйіп қойыңыздар. Алдында жайнап жүрген жеңген, бала-шағаны қатын көріңіз. Тәйсені суретке суаңыздар. Тәйсені суретке суаңыздар. Көңгі жеңші келіңіздер, бір есені суретке суалар. Ортаға келіңіздер, бала-шағамен, немерелермен. Ал олыңыздар енді қызметте болыңыздар. Мына үлкен кісілерге рахмет, түсіністікпен қарап. Алғашқы тілекті олыңыздар жолдады, ардақтағайын. Енді аузы дуалы, сөзі әлі осы орманның әулеттің орманы, осы әулеттің қорғаны деп, осы әулеттегі жас үлкен қарияларымызға сөздің кезегін берсек, дүбірлі тойды ізгілерімізбен ақпадамен ашып берсеңіздер. Мария апа, Сәрсенбек көке, Сейілхан көке, Алдастырғанды батамен ашып берсеңіздер. Мария апамыз қай тұста отырген микрофонда барып берейін. Ал Сәрсенбек көкеміз бен Сейілхан көкеміз ортаға келсе. Мария апа той құтты болсын. Апа, мінекей. Toyumuz kutlu olsun yani. Benim şambalama Aydos Can'ın nemleri. Ateşlerinde alışkıda zeynette çıkarıp toy süperlerine köp rahmet aytan canım. Kışkırday ayalanın sağ eseri bakıtlı olsun. Bakıtlı öğretim yeni basındağı balda öğretim son basına geçsin. Hep dileyim жақсылықта. Енді мына айдарбалар балдарының ең үлкені тұңғышын десек те болады. Зейнетке шығып отыр. Сол зейнеттің рахатын көрсін, бала-шағасының рахатын көрсін. Айдосым айналайын, сол той жасап беріп жатқан Айдосыма көп рахмет айтамын. Не айтамын енді? Бала-шаға аман болсын, не ұқсап 34 шөбере көре беріңдер айналайын. Той құтты болсын. Мынау жолдастары бар, класстастары бар, бәріне рахмет айтамын. Аман есен келіп, аман есен отбасыларына оралсын деп тілеймін. Аумин. Рахмет ата, айтқаныңыз келсін. Туғаныңыз құтты болсын ата. Ағалар қош келдіңіздер, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған қауым, ағайын туыстар, жерлестер, қарындастар. Той құтты болсын, той ашық. Ағамыз бен жеңгемнің тойы болып жатыр, мына кішкентайлардың тілашары болып жатыр. Бәрі құтты болсын. Әрдайым осындай жақсылықта, үлкен дастархан басында тойда қосқыза берейік ағайындар. Жаманшылық аулақ болсын, бейбітшілік заман болсын, еліміз тыныш, халқымыз заман болсын. Әрдайым тойда жолығайық ағайын. Мынау тойға жиналған қауым, мына бүгін бір керемет сарайда Айдос баламыз Айдедин мен Тазагүлге кішкентай Аяукаға той жасап беріп жатыр екен. Құтты болсын, Құда қаласа. Айдедин мен Тазагүл зейнеткерліктеріміз құтты болсын. Мына бейнеттеріміздің зейнеті көріңіздер. Аяука қызымыз үлкен азаматша болып, Құда қаласа қазақ еліне белгілі бір тұлға болып өсірілсін. Мына той бәрімізге жұғысты болсын. Тойда кездесе берейік. Осыны біздің ақ дастарханымыз ашылды, алдарыңызда қастан жақсылап алып ішіп жеп, осы той маған да жұғысты болсын деген ниетпен отырыңыздар. Той құтты болсын.
сыйға сый сыраға бал деген осы ағаларымыздың жасын жолын берсін деп арнайы сый-сияпатымызды қабыл алыңыздар. Көп екеніңіздер, той ашқан ағаларыңызбен бір естелік суретке түсіп алыңыздар. Қымбат ағайын сөз басында да айтып жатырмыз ғой, Құдай қаласа Айекеңнің үйіне бір кәдімгі тұлпарға мініп, әкесін қуантатын, атасын қуантатын бір ер азамат келе берсін. Тек жалғыз болмасын, тағы да осы көкелеріміз сияқты аға, бауыр болып жүретін інішектер келсін өмірге, Құдай қаласа. Сол тойдың куәсі болайық. Сол кезде де ағаларымыз тойымызды ашып, арамызда, апамыз да аман-есен ойнап күліп жүрсін. Ас иесі мен дәмді деген той төріне жайғасыңыздар аға. Рахмет, бүгін тойымызды ашып, бауырым деп арнайы уақыт қиып келгендеріңізге. Енді қымбат қонақтар, заманына қарай жалпы тойдың да өзінің форматы өзгеріп жатыр. Бұрынырақта бұндай тойларды есіктің алдында үйдің ішінде жасайтын болса, қазір мінекей пәлен адамның басын қосып, жарқыраған керемет тойханада өткізіп жатқан, бұл енді еліміздің тыныштығының арқасы. Сондықтан жаңа апамыз айтқандай, еліміз тыныш болып, ағаларымыз айтқандай, осы барымызға шүкіршілік қылайық ағайын. Міне енді Айекеңнің бірінші тойы екен, сондықтан армалды той құтты болсын дейміз. Қобалжып, қайда барарын білмей жатыр. Айеке бер жақындашы, бер. Күндегі айдос жоқ ше, Айхан спокойно жүр да? Айхан басқаша, ем-еркін, Айхан келші бер. Айекең даяп жатыр мен. Айекең бұрыннан танимын да, танымасам мейлі ғой, білмесем, өз сондай шығар деп қоя сала бердім. Мына кісі енді жұмыста, қызметте қанша халықпен жұмыс жасайды, ол кезде сабырлы болады, ал қазір енді білмеймін енді, біресе есікке қарайды, біресе ішке қарайды. Енді бәріміз осы кісіге бір поддержка беріп жіберейікші, қолдап, достары қайтысты отыр, оң жақтағы достар ма? Бәрекелді, былай жасайық. Қажекесі дайынсыз ба? Айекеңді айландырып, коллективі келіп отыр. Бұл сізде бір қарапайым жігіт емес енді, былайша айтқанда елмен етене жақын араласатын қызметте жұмыс жасайды. Сондықтан бір жүріп, қайтыңызшы бір аралап, кім келді, кім кетті көріп, амандасып, қолыңыз көтеріп. Жақсы бір ән бар ма? Еркекмен немесе той құтты болсын. Ал әйге кеттік, талай тойға бардыңыз, куәсі болдыңыз, өзіңізді көрсеңіз шығар. Бірінші достардан бастаймыз оң жақта. Шапалақ қошемет қолдау қайда? Айеке той құтты болсын. Осы үйге бір ұл келемесін, Құдай қаласа. Онда қызметке кетіп кеткенесе. Жарекелді қана. Айеке қол көтеріп қойса, қол көтеріп билеп. Мына ағайын ұшанға. Қайын жүзға, құдаларға қағып қой. Үйленемесе жаңа қыздардан ұшатырасың әлі. Төрге шығып құдаларды алып келу керек, олармен билеп жүру керек, жай үйлене беру керек. Енді мен қыз балдарын осы тойдың басында ортаға шақырмасам, өзімді бір түрлі дұрыс нәрсе жасамағандай болып қаламын. Неге дегенде, келіншектеріміздің, өзіміздің аялап жүрген қыздарымыздың кез келген қуанышқа қалай дайындалатынын мен өзім білемін. Біз енді сол тойға бір сағат қарағанда кәсіп шалбардың дайын екенін қараймыз, ақ көйлек тұр, болды, басымыз жуамыз да шыға береміз. Ал әйел баласы 2 күн бұрын жазылады, шашын жөндейді, 2 күн базар аралап, ана базарда вообще көйлек жоқ. Бір базарда көйлек жоқ дейді. Неге аман жоқ көйлек дейді, білмеймін не жоқ екен. Сосын келесі жол тағы барады, магазин аралап, сөйтіп көйлек алады. Үлкен дайындық болады. Сондықтан оны біз көруіміз керек және бағалауымыз керек. Айхан, бүгін сен өте әдемі болып тұрсың. Шашын істеген кісілерге рахмет, көйлек таңдасқан кісілерге рахмет, және сені өмірге алып келген анамызға, тәрбиелеген әкемізге, үлкен отбасыға рахмет. Сондықтан неге біздің қызымыз жарқында ортада жүрмейді деп жатқан шығар. Айханды да қарсылайық. Аталарға біз сәлем саламыз, достарға қол көтеріңіз. Көп біздің анасы, көп ұлдың анасы болашақ. Қойып болсын. Досым болған қандай жақсы деймін да, барлық жерде басқаша, досқа келгенде кәдімгі көкелегі
жоғары көтеріліп, көңілге екі езу құлағына жетіп рахаттанады. Жалпы енді мен білем, бұл отбасын өте жақсы білем. Үйде шешімді Айдос қабылдайды. Оған ешқандай әңгіме де жоқ, оған ешкім менімен қарсыласпайтын шығар. Бірақ қандай шешім қабылдайтынын Райхан айтады. Айтады да енді, той жасап жіберейік дейді. Сосын Айекең айтады, мен анау қалаға жасағым келіп отыр дейді. Райхан айтады, не қыласың бәрін, таңнан жасаймын, бейіл болып тұнда дейді. Сосын пәленшелерді шақырамын дейді. Айдос өзі бір 300 адам тізім жасап, сосын Райхан алады да, жоқ, мынаны керек жоқ, мынаны керек жоқ, кейін қыздарды дәу той орнында шақырамыз. Ең жақындарды шақырамыз дейді. Айдос мақұл дейді. Сондай ғой шешім болғанда, ол бір жаман шешім емес. Сондықтан Айекең осы тойға бүгін қара кашымшалар киемін деген, қара кашымша сені ашпайды деген. Тойда басқа көп адамдар қара кашымшалар киіп, осыны ки деген сондай шешімдер ғой енді. Жалпы Райхан жаман нәрсе айтпайды. Сондықтан Құдай қаласа енді Айекең айтып жатыр екен, маған бір 5-6 ұл туып бер деп жатыр екен. Райхан айтты, Құдай берсе 5-6 демейін, бір 3 ұл туып берейін деп жатыр екен енді Құдай қаласа. Құдай бұйыртса, сол 3-4 ұлдың тойында куә болайық ағайын. Көптің тілеуі көл деген аумин деп шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Аумин, аумин, осы үйге ұл келсін Құдай қаласа. Қыздар жаман емес, қызы жаман деп ешкім айтпайды. Біздің қыздарымыздың жаңа көрдіңіздер, көзіне жас келіп, атасын құшақтап, үйтіп біз жасай алмаймыз. Бәрі ішімізде қалады, не болса да ішімізде қалады. Қыздарға рахмет. Қыз деген мейірім, қыз деген сұлулық, қыз деген ол анаға әкеге деген үлкен қуаныш, бақыт, махаббат. Сондықтан қыздарыңыз аман болсын, қыздардың артынан ілесіп, сол қыздарды қорғайтын азаматтар келсін деп жатырмыз ғой, той құтты болсын. Енді қымбат қонақтар, бүгінгі тойымызға өнердегі ініміз Дәулет Тайыбұлдарыңыз Айдостың жанұялық досы, бауыры болып келген екен, өте қуанып отырмыз. Сондықтан алғашқы тойды бұл жігіт негізі басқа тойға арнайы шақырумен заказ алып, заклад алып келеді. Қазір ұстап алдым, әнді айтсаң да айтасың, айтпасаң да айтасың досың үшін. Той біткенше тағы айт десе тағы айтасың деп. Сондықтан Дәулет бүгін ұсталды енді. Ал дәке, той құтты болсын, досыңыздың тойы өзіңізге де жұғысты болсын. Ал Айдос досым, той құтты болсын. Көкеміздің, анамыздың өмір жасы ұзақ болсын. Ән тыңдаңыздар, сен 18-де едің.
ән мен биге толы болайын деп тұр. Қымбат қонақтар, енді дастархан басына жайғасуыңызды өтінеміз. Дәулеттің әні қазір тағы да жалғасын табатын болады. Ендеше бүгінгі тойымызға келіп отырған қонақтарға өзінің ыстық ықыласын танытатын таң нұры салтанат сарайына тек мына жақсылыққа тойға келейік, асымызды тарқатуға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Қымбат қонақтар, бүгін керемет тойдың куәсі болайын деп отырсыздар. Өйткені көптеген тойға барсақ, енді 300 адамның басы қосады, енді ол да үлкен тойлардың бірі ғой. Өз сондай себебі болатын шығар. Бүгін енді ең жақын деген қонақтар шақырған екен, 150 адам, 200 адам дегендей. Бүгінгі тойдың ерекшелігі сол, би өте көп болады. Жалпы той қай кезде қызық өтеді деп қонақтардан сұрасақ, би көп тойды өте қызық болды деп айтып жатады негізі. Кеше той күшті болды дейді. Сонда күшті болды деген қандай деп жай сұрасақ, қызық той үшін. Би деген қырғын болды, қырғын биледік деп жатыр. Соны ойлаймын, тойды жақсыда құмар еліміз ғой. Жаңа Дәулет ән айтқанда, ә дегеннен билеп жатсыздар. Ендеше әніміз жұп болсын, ұнап жатса тағы да әсем әнді Дәулеттен сұрайтын боламыз. Кәнекей, жігітті жолдасынан таны деген Айдостың досы, бауыры Дәулет інімізді ортаға шақырамыз. Ал кәнекей тағы ән тыңдаңыздар. Құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын. Gülerken sevme, sevme.
Rahmet, özüne de toy шығысы болсын. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой. Талай тойда ән айтып, Дәулет, ортаға кеш, Дәулет. Талай тойда ән айтып, енді былайша айтқанда тапсырыс салады ғой, заказ дейміз ғой. Бүгін әшейін ойламаған жерден келіп қалды, ұсталдың ба бәлем болып тұрған Айдосқа. Біздің енді Дәулет інімізге торғол жібермей, өзі тауға, саяхатқа құмар, мынау сіздің отбасыңызға. Рахмет, ән айтсаңда жанын жеп айтасың деген. Рахмет. Айегінде негіз адамның көңілін тез табатын асабаның бірі, Азуға асаба. Қошеметті болыңыздар. Жаңа мынаны машинамен тасығанбыз осы жаққа. Өзің тасып дедің? Сол кезде осыны қалай тұтсам деген. Қош, Айдостар. өзім қарап тұрмын да, өзі ақотаға құмар таза ауада білмеймін. Келіншегін жақтырмаймын, айтып үйді тамақ ішпеймін. Қашан көрсең айтып ұста. Біресе балық жеп жатады, біресе қоян жеп жатады, айтып үйден де тамақ ішсем тұршы. Ал қымбатты қонақтар, енді өзіміз осы тойда жүргеннен кейін әзілдеп айтамыз. Енді Айдостың достары айтқаннан кейін біздің ағамыздың да достары құрғол қарап отырмайық деді ма? Осы талай тойға басам, Беркін ағамды көрем, өзінің ән шумақтарын тойға шашу етіп алып келіп жатады. Беркін аға, біздің Дәулет інімізде өзіңіздей қартайсың, Құдай қаласа. Сіз де жас кезде талай тойдың гүлі болған, осы Дәулет ініміз сияқты азамат болған сияқтысыз. Енді жас кезіңіздің куәсі болмадық. Келесі ән көкеміздің құрдастарының атынан қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум әні сіздер үшін қабыл алыңыздар. Рахмет аға. Рахмет, өнеріңіз